Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі ауызашарға осындай өте дәмді әрі өте пайдалы салат жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен капустамызды алып бөліктерге бөліп, жіңішке майда етіп турап шығамыз. Капустамызды осылайша жіңішке ұзынша етіп майдалап турап аламыз. Содан соң үккішімізді алып, сәбізімізді майда бөлігінен ұзынша етіп өткізіп алатын боламыз. Сәбізімізді майдалап өткізіп алғаннан соң, дәл сол сәбіз өткізген терканың бөлігінен піспеген свекламызды алып өткізетін боламыз. Қыздар, свекланың бізде пайдасы өте көп, пісіріп те, пісірмей де осылай жей берсеңіздер, немесе неше түрлі соктар жасап ішсеңіздер де өте керемет пайдалы көкөністердің бірі болып табылады. Свекламызды осылайша жіңішке етіп өткізіп аламыз. Содан соң чесногымызды алып майдалап тураймыз. Чеснокты қалауыңызша көп немесе азырақ етіп сала берсеңіздер де болады. Және де укропымызды алып майдалап турап аламыз. Укропты да көбірек етіп қоссаңыздар, иісі де дәмі де өте керемет болып тұрады. Укропымызды турап алғаннан соң 1-2 ас қасық оливковое масло қосамыз. Егер де сізде жоқ болса, кәдімгі сұйық майды қыздырып пиязбен қоссаңыздар да болады. Немесе 1 ас қасықтай сұйық майдың өзін қосып жіберсеңіздер де болады. Және де дәміне қарай тұз, қалауыңызша қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, бұл салатты әртүрлі етіп түрлендіріп жасауға да болады. Мінекей осылай араластырып аламыз. Осы тәсілмен де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі өте керемет, иісі де керемет болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Қыздар, видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Баршаңызға рахмет.